Мен Дидар Дәулетұлы және тақырып use it to. Use it to құрылымы ол use етістігінің өткен шақтағы формасы және to предлогы. Бұл use it to деген ол егер біреу іс әрекетті өткен шақта дағдылы түрде бірнеше рет жасап, кейіннен жасамай кеткен болса, қолданылатын құрылымдардың бірі. Мысалға, she used to do homework every day in the childhood. Ол балалық шағында үй жұмысын күнде жасайтын. Айта кетерлік жайт, бұл used to етістігінің present simple шақта ешқашанда баламасы жоқ. Яғни, іс әрекеттің күнделікті қайталанатындығын білдіру үшін біз usually немесе always деген сияқты үстеулерді қолданамыз. Ал өткен шақта біз used to құрылымы арқылы іс әрекеттің үнемі іске асқандығын білдіре аламыз. Сонымен қатар, бұл used to құрылымы жақтарға қарай ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Яғни, кез келген жақта біз used to құрылымын сол күйінше қолдансақ болады. Сонымен, бұл used to құрылымы қандай жағдайларда қолданылады? Оның екі түрлі жағдайы бар. Бірінші жағдай as a past simple, яғни past simple ретінде өткен шақтағы етістіктің орнында қолданыла береді. Мысалға, I used to watch horror films a lot in the childhood. Мен балалық шағымда ужастик фильмдерді көп көретін едім. Енді екінші жағдай келсек. As a habit, яғни әдет болғанда адамның бойындағы бір дағдыны немесе қабілетті сипаттау үшін біз осы used to құрылымын қолдана аламыз. Мысалға, Butter is used to driving at night. Butter көлікті түнде айдап үйренген. Келесі мысалы, She is getting used to our climate. Ол біздің климатқа үйренуде.